Байланыстан құрай, бүгін естімеген елде көп айдары. Және біз бүгінгі шығарылымда ғаламторда тараған шындықтарды да талқылайтын боламыз. Правда? Нет, я прикалываюсь. Ұйқысыздықпен ауыратын сирек кездесетін отбасылар бар. Бірақ бұл аурудың әлі емі жоқ. Бұл факттың өзі қорқынышты естіледі. Ал бұл аурудың кесірінен қиналған Рикард Сиаганың тағдыры мүлде ауыр. Сорақысы, бұл тек генетикалық ауру, аты өлімге әкелетін отбасылық ұйқысыздық деп аталады. Алайда Рикардтың отбасында мұндай аурумен ауырған адам болмаған. Сондықтан кейбір себептермен бұл ауру сізде де пайда болуы мүмкін. Бірақ бұл жайлы соңынан. Рикард Сиаган ұйқысыздықтан 40-тан аса қаза тапты. Ал аурудың дамуы мен пайда болуын YouTube каналына салып отырды. Өз роликтерінде қолдарының терісіне не болып жатқанын көрсетіп, қандай ауырсынуларды сезініп жатқанын айтты. Рикард ұйықтауға тырысқанда омыртқасы қозғалып қатты физикалық аурулар тудырады. Бұл қандай ауру? Бәрі жай ғана ұйқысыздықтан басталады. Соңынан паникалық шабуылдар, уайымшылдық. Келесі кезең толығымен ұйқысыздыққа көшеді. Ұйқысыздық мидың жұмысын тоқтатып, адамның қозғалуын қиындайды. Жүрмек түгіл тұрудың өзі қиын болады. Тіпті бармағын қозғалта алмайды. Ақпаратты қабылдап, дұрыс сөйлемдер құрастыру да қиындай түседі. Сөйлегенде барлық сөздері араласып, жалпы сөздерінің мағынасы жоғалады. Соңынан ауру адам өздігінен қозғала алмай комаға түседі. Осының барлығы тек 1 жылда болады. Ойланып көріңіз, енді бұл ауру қаншалықты тез дамиды. Рикард көптеген дәрігердің алдынан өтті. Ешкім көмектесе алмады. Соңынан Пекиннен бір дәрігер тапты. Дәрігер оны емдей алатынына сенімді болды. Себебі олардың кейсінде осы аурумен ауырған адам болған. Алайда бір мәселе бар. Ер адамға жасалатын 2 операция өте қымбат тұрды. Бірақ бұл операциялар Рикардты емдей алатын немесе алмайтынын енді біз ешқашан білмейміз. Сол кезде белсенді жастардың арқасына тіпті емдеуге ақша жинала бастады. Алайда керекті сума сол күйі жиналмады. Бұл генетикалық ауру. Яғни бұл ауру ұрпақтан ұрпаққа берілу үшін отбасыда бір адам ауыру керек. Алайда Рикард бірінші болып ауырды. Барлығы былай орын алған. Ер адам жұмысқа тұрғанда толыққанды жұмыс істеуге кедергі келтіретін инфекция жұқтырып алды. Сақтандыру болмағандықтан ол ауру жайлы басшысына айтты. Басшысы антибиотиктер беріп, барлығы өтіп кететініне сендірді. Бірақ бірінші күннен-ақ ұйқысыздық пен бас ауруы басталды. Қолында жарақаттар пайда болды. Рикард бұл инфекцияның дамып келе жатқандығынан деп ойлап, дәрілердің толық курсын қабылдап, тезірек жазылуды ойлады. Рикардтың кішкене ұлы және ауру анасы болды. Отбасысын асырап отқандықтан ол көп ауырмау керек еді. 2 апта антибиотиктерді қабылдаған соң жағдайы қиындап кетті. Мүлде ұйықтауды қойды. Не болып жатқанын түсінбеген ер адам дәрігерге келді. Дәрігер ұйқысыздыққа қарсы дәрі жазып беріп, үйіне қайтарып жіберді. Таблеткалар басында тек 2 сағат ұйықтауға көмектесті. Дәрінің әсері күннен күнге әлсіреп отырды. Бір кезде тіпті кері жұмыс жасап, зиян келтіре бастады. Эксперттер мына дәрі ципрофлоксацин ауруды пайда болуына себепші деген шешімге келді. Себебі сайтында бұл дәрілердің көптеген жаңа мәселелері туралы жазылған. Қоса алғанда бұл дәріден зардап шеккен адам жалғыз Рикард емес. Матео Рихас дәріні қабылдаған соң мүгедек болып қалды. Бұл адамдар қандай ауырсынудан өткені тек өздеріне ғана мәлім. Сондықтан дәрі-дәрмек қабылдайтын кезде міндетті түрде дәрігерге барып қаралған жөн. Кішкене қызды шкафта ұстаған. Бұл жер ол үшін жатын орын да әжетханада болған. Оның үстіне оны аштықта ұстаған. Орындықты тіреп, шкафтан оны шығармаған. Ал ол көмек сұрап, айқай салғанда бүкіл үйге қатты дауыспен әуен қоятын. Бұл оған жасалған қастандықтың тек жартысы ғана. Бұл оқиғада бір қызығы оны ешқандай да азғын немесе майнек ұрлап кетпеген. Барлығы ата-анасының ісі болатын. Кішкене қыз шкафта өзін қауіпсіз сезінетіндей, отбасындағы адамдар қаншалықты қорқынышты болу керек. Соңынан тексеру жүргізген дәрігерлер басына өткізген қиындықтарына байланысты тіпті әрі қарай өмір сүре алмайды деген тұжырым жасаған. Қыздың есімі Лорен Кавано. Егер асырап алу жөнінде құжаттар ертерек жасалғанда, оның өмірі мүлде басқаша болушы еді. Себебі туған анасы қызды тумай жатып-ақ одан бас тартты. Лоренді асырап алған ата-анасы ол үшін барлығын жасады. Көбірек бірге уақыт өткізді. Алайда тез арада туған анасы келіп, Лоренді қайтарып алғысы келді. Асырап алған ата-анасына арасында келіп, қызды көруге рұқсат етілді. Бірақ әр келген сайын олар асырап алған қыздарының жағдайын нашарлап жатқанын байқады. Жүректерінде қызылдақтар мен денесінде көгерген жерлер байқалатын. Лоренді құтқару үшін олар сотқа жүгінді. Қыздың жағдайы қиын екенін көрсететін 45 фотосурет дайындады. Енді қыздың денесі қандай жағдайда екенін ойлана беріңіз. 1-2 сурет мейлі ғой. Байқаусызда құлап қалды деуге болады. Сот асырап алған ата-анасының арызын баланы анасымен айырғалы жатыр деп қайтарып тастайды. Оңайлықпен берілмеген ата-анасы Лоренді тексеруге алып барады.
Дәрігерлер тексерістен соң жүректегі қызыл дақтар тітіркенуден деген диагноз қойды. Нәтижесінде Үміт бұл үйдің қабырғаларын босатып кетті және қыз 6 жылға 4 қабырғада қамауға қалды. Өзінің үйі ретінде Лорен өмір сүрген шкафта кейде бірнеше күнде баш қалатын. Тіпті бір күні анасы оған тамақ беріп, соңынан түкіріп тастауды бұйырды. Анасы Лоренге макарон беріп, сосын оны шайнап, түкіріп тастауды бұйырды. Алайда қатты қарны ашқан қыз шыдай алмай жұтып қойды. Дегені болмаған анасы Барбара қызын өлімші етіп сабады. Алайда қатыгездік тек анасы жағынан емес, әкесі тарапынан да байқалды. Әйелі екеуі қыздарын әбден қинады. Үйде Лореннен басқа 5 бала бар еді. Бірақ ата-анасы оларға тиіспейтін, жазаламайтын. Үйдегі сасық иісті айтпағанда олар қарапайым адамдар секілді өмір сүретін. Лоренге кейде үлкен әпкесі итке беретін тағамдарды алып келіп, жуындыратын болған. Лореннің жататын жері мен әжетханасы бірдей болғандықтан, денесінің артқы терісі түсіп қалған еді. Ал енді ойлана беріңіз, бүкіл тозақтағыдай өмір Лорен 3 жаста болғанда басталды және 8 жасында аяқталды. Оның өзі кездейсоқ орын алды. Барбараның күйеуі бір күні ішіп алып, көршісіне Лорен тұрған жерді көрсетуді шешеді. Әйел оны көріп шошып кетті. Лорен жатқан жер сасып жатты. Ал қыздың өзі инедей болып азып қалған екен. YouTube'да цензура болғандықтан бұл жерде оны көрсете алмаймын. Қыз құтқарылып ауруханаға апарылған соң, дәрігерлер барлығы дәл уақытында орын алғанын айтты. Себебі ендігі сол үйде қалатын болса, шамамен 2 ай ішінде жан тапсыратын. Лореннің организмі қиын жағдайда еді. Бүйрегінің жұмысы тоқтап қалған. Асқазанында пластиктер мен кремнің бөлшектері табылды. 8 жаста болғанына қарамастан ол 3 жасар бала секілді көрініп, салмағы 11 келі болатын. Лорен әжетханаға бара алу үшін бірнеше ота жасалды. Миына зақым келгендіктен оның қарапайым өмірге оралуы екіталай болатын. Соған қарамастан Лоренді сол баяғы асырап алған ата-анасы өз қолдарына қайта алды. Олар қыздарына қайта тамақтануды үйретті. Ол тіпті унитаз қолдануды білмейтін. Ал жақындағанда тамағын жыртқыш секілді қорғайтын. Барлық тұжырымдарға қарамастан Лорен колледжді сәтті аяқтады. Ал биологиялық ата-анасына келетін болсақ, оларды тұтқындап, өмір бойына бас бостандығынан айырды. Осылайша Лорен құтқарылды. Оқиға жақсы аяқталды. Бірақ оны көптеген психотерапиялық кездесулер және депрессияны емдейтін дәрілер күтіп тұрды. Ол өз агрессиясын басқаруды үйренді. 12 жасында ол қайта зорлау фактісін бастан кешірді. 25 жасында тіпті өзі 13 жасар қызбен жүріп ұсталды. Бірақ түрмеге емес, психикалық ауруханаға жіберілді. 2022 жылдың 15 шілдесінде бір қыз TikTokқа үйіндегі видеокамерасына түсірілген видеосын салды. Қарақ видео, бірақ барлық сіз ойлағандай оңай емес. Өз профиліне осы видеоны салып, көптеген қаралым жинады. Адамдар бұл видеоның жалғасын немесе оның логикалық түрде барлығын түсіндіріп беруін сұрады. Бірақ бұл видеодан соң қыз парақшасына ештеңе салмады. Бұл өте қорқынышты видео. TikTok'ты өшіріп, кітап оқығым келіп кетті. Сенбесеңіз, роликті өзіңіз қарап көріңіз. Бұл жағдай үйде ешкім болмағанда орын алған. Менің есік алдымда осындай дауыспен біреу есікті тырнап тұратын болса, походу сразу инфаркт ұстайтын. Бақытына орай қыз үйінде болмаған. Демалыс күндер өткен соң үйіне келген қыз камерасындағы запистерін қайта қарап, осыған тап болған. Нақтырақ айтқанда, көріп тұрғандарыңыздай, көлеңкесі көрініп, бірақ өзі көрмей тұрған адам ба, есікті тырнап кіруге рұқсат сұрап тұр. Егер оң бұрышқа қарайтын болсақ, адамның көлеңкесі анық көрінеді. Жарық фонардан жоғарыдан, сол жақтан түсіп тұр. Ал көлеңке оң жақта орналасқан. Осыған сүйенсек, адам камераның алдында тұруы керек. Жоқ дегенде әйтеуір көрінуі тиіс. Себебі көру бұрышы кең, ал ол жоқ. Тек көлеңке және қорқынышты, жиіркенішті дауыстар бар. Қосалғанда артқы фонда тұрған құдық атмосфераға ерекше сән беріп тұр. Менде бұл видеоға 2 теория бар. Біріншісі, біреу шынымен де үйге кіріп қызды қорқытпақ болған. Бірақ мұндай ауыр франктың соңы жақсы аяқталатынына күмәнім бар. Үйге кірген тонаушы үйді тонап, ұрып-соғып, қызы зорлап кетуі мүмкін. Бірақ мұнда ешқандай есікті бұзу фактісі жоқ. Екінші теория бұл ұйымдастырылған болуы мүмкін. Бірақ бір мәселе бар. Бұл қыз салған соңғы ролик. Алайда қызға басқа аккаунт ашып, бүкіл TikTokқа прикол ұстауға кім кедергі болып жатыр? Видеоның өтірік немесе шын екені тек автордың өзіне ғана мәлім. Егер бұл шын болатын болса, қыздың орнында бұл жерлерден алысқа көшіп кетуші еді. Қыз мүмкін парақшасын әрі қарай жүргізгісі келмей қалған шығар. Немесе есікті ашып, мына бәлені кіргізген.